Джен Синсероның Низя кітабы біздің күнделікті әдеттеріміздің өмірімізге айтарлықтай әсер ететіні туралы идеяны көрсетеді. Бұл тұжырымдама оң және теріс әдеттер біздің мінез-құлқымызды, ойларымызды және сайып келгенде тағдырымызды қалай қалыптастыратынын түсіну үшін өте маңызды. Бұл тұжырымдаманы тереңірек қарастырсақ. Автор әдеттер әдетте саналы түрде ойланбастан орындалатын автоматты мінез-құлық деп түсіндіреді. Бұл автоматизм біздің өмірімізге айтарлықтай әсер етуі мүмкін екенін білдіреді. Күнделікті тіршілігіміз негізінен әдеттеріміздің жиынтығы болып табылады. Таңертеңгілік тәртіптен басқалармен қарым-қатынасымызға дейін біздің әдеттеріміз күнделікті әрекеттеріміздің негізін құрайды. Жақсы және жаман әдеттер арасындағы дихотомияны мойындау бар. Жақсы әдеттер біздің өмірімізге оң әсер етеді, денсаулығымызға, бақытымызға және табысымызға ықпал етеді. Екінші жағынан, жаман әдеттер жағымсыз нәтижелерге әкелуі мүмкін және біздің алға жылжуымызға кедергі келтіруі мүмкін. Кітап әдеттерімізді тану және өзгерту арқылы өмірімізді өзгерте алатынымызды ұсынады. Бұл жаман әдеттерді жақсылармен алмастыруды және олар автоматты түрде өзгергенше оң мінез-құлықты күшейтуді қамтиды. Автор әдеттер түсінігін мақсатқа жетумен байланыстырады. Ол өнімді әдеттерді дамыту және сақтау, жеке және кәсіби мақсаттарды жүзеге асырудың кілті екенін айтады. Автор уақыт өте келе біз дамытатын және сақтайтын әдеттер біздің болашағымызды, соның ішінде мансаптық траекториямызды, қарым-қатынасымызды және жеке әл-ауқатымызды айтарлықтай қалыптастыра алатынымызды жеткізеді. Біздің әдеттерімізбен саналы түрде жұмыс істей отырып, біз өміріміздің бізді қанағаттандырмайтын аспектілерін өзгертуге күшіміз бар. Әдет формуласы. Кітап мінез-құлықты автоматты ету үшін қайталаудың және саналы күш салудың маңыздылығын айта отырып, әдеттерді құру формуласын ұсынады. Әдет формуласының негізгі қағидасы қайталау әдетті қалыптастыру үшін өте маңызды. Қайта-қайта әрекет жасау арқылы ол ақырында біздің мінез-құлқымызға сіңеді. Бастапқыда жаңа әдетті қалыптастыру үшін саналы және сапалы күш қажет. Бұл жаңа әдетті ол автоматты түрде болғанша жүйелі түрде орындауды, белсенді түрде таңдауды білдіреді. Автоматтылыққа көшу. Мінез-құлық уақыт өте келе қайталанатындықтан ол азырақ саналы ойлау мен күш жігерді қажет етеді. Әрекет біз саналы түрде есте сақтауымыз керек нәрседен табиғи және автоматты түрде сезілетін нәрсеге ауысады. Әдетті қалыптастыру процесі сонымен қатар мидағы жаңа нейрондық жолдарды құруға қатысты. Мінез-құлық қайталанған сайын бұл жолдар күшейіп, қалыптасқан әдетке айналады. Әдет формуласы сонымен қатар жаңа мінез-құлықты берік ету стратегияларын қамтиды. Бұл нақты мақсаттар қоюды, еске салғыштарды немесе триггерлерді жасауды және жаңа әдетті жеңілдететін қолдау ортасын құруды қамтуы мүмкін. Сондай-ақ әдеттер формуласына сыйақыларды қосу тиімді болуы мүмкін. Марапаттар мінез-құлықты нығайтады. Бұл әдеттің сақталуы ықтималдығын арттырады. Жақсы әдетті қалыптастырудың бұл тәсілі әдеттер миға қалай енетінін және өзгерістер мен табандылықтың психологиялық аспектілерін түсінуге негізделген. Өсу туралы ойлау жүйесі мен табысқа назар аудару табыстың маңызды құрамдас бөліктері ретінде өсуді, оқуды және дамуды қамтитын ойлаудың маңыздылығын көрсетеді. Психолог Кэрол Двек танымал еткен өсу ойы бұл қабілеттер мен интеллект, табандылық пен еңбекқорлық арқылы дамытуға болады деген сенім. Бұл қабілеттер статикалық және өзгермейтін болып көрінетін тұрақты ойлауға қарама-қайшы келеді. Табысты адамдар қиындықтарды кедергілер ретінде емес, үйрену мүмкіндіктері ретінде қарастыратыны туралы идеяны атап өтуге болады. Бұл перспектива әдеттерді қалыптастыру және жеке өсу жолында сөзсіз болатын сәтсіздіктер мен сәтсіздіктерді жеңуге көмектеседі. Синсеро табысты адамдардың қаншалықты үздіксіз білім алып, дамып жатқанын көрсетеді. Бұл үнемі өзгеріп отыратын әлемде өте маңызды. Кітап сонымен қатар өсу санасының шектеулі сенімдерді жеңуге қалай көмектесетінін қарастырады.
көбінесе бұл адамдарда оң әдеттерді қалыптастыруға немесе өз мақсаттарына жетуге кедергі келтіретін психологиялық кедергілер. Табыс тек не істеп жатқаныңызды ғана емес, сонымен қатар сіздің қиындықтарға қалай қарайтыныңызда. Алғыс және өзін-өзі сүю. Ризашылық адамның назарын жетіспейтін нәрседен өмірдегі мол нәрсеге ауыстыратыны белгілі. Синсеро алғыс айтуды жүйелі түрде қолдану позитивті ойлауға, бақытты арттыруға және өмір тәжірибесін бағалауға қалай әкелетінін баса көрсетеді. Кітапта ризашылықты күнделікті әдетке айналдырудың практикалық жолдары талқыланады. Бұған алғыс журналын жүргізу, әр күн үшін ризашылық білдіретін нәрселерді саналы түрде мойындау немесе басқаларға жиі ризашылық айту кіреді. Синсеро бұл әдеттерді күнделікті өмірге енгізу адамның көзқарасында, қарым-қатынасында және жалпы қанағаттану сезімін түбегейлі өзгертуге әкелетінін талқылайды. Ризашылық пен өзін-өзі сүюге баса назар аудара отырып, Синсеро біздің ішкі күйімізді сыртқы шындыққа айтарлықтай әсер етеді деген идеяны баса көрсетеді. Осы әдеттерді дамыту қанағаттанарлық және бақытты өмірге әкелуі мүмкін. Автор мақсат қоюдың және нәтижелі болудың маңыздылығын атап көрсетеді. Оларды үлкен жетістікке жеткізетін әдеттер ретінде қарастырады. Синсеро нақты және қол жеткізуге болатын мақсаттар қоюдың маңыздылығын атап өтеді. Мақсаттар біз қол жеткізгіміз келетін нәрселердің жол картасы ретінде әрекет ететін бағытты және жолды қамтамасыз етеді. Смарт мақсаттарының тұжырымдамасын, яғни нақты өлшенетін, қол жеткізуге болатын, өзекті, уақытпен шектелген, тиімді мақсат қоюдың негізі ретінде бөліп көрсетуге болады. Бұл тәсіл мақсаттардың нақты анықталғанын және белгілі бір мерзім ішінде нақты қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Өнімділік әдет ретінде, өнімділікті нәтиже ретінде ғана емес, өсірілетін әдет ретінде қарастыру керек. Бұл күнделікті тапсырмалардың тиімділігі мен тиімділігін арттыратын әрекеттер мен тәжірибелерді әзірлеуді қамтиды. Кейінге қалдыруды жеңу және мотивацияны сақтау стратегиялары басты назарда болғаны жөн. Бұл тапсырмаларды кішірек қадамдарға бөлуді, мерзімдерді белгілеуді және қолайлы жұмыс ортасын құруды қамтиды. Басымдылық және уақытты басқару. Тиімді мақсат қою және өнімділік көбінесе уақытты басқарудың тамаша дағдыларын талап етеді. Синсеро алаңдататын нәрселерді басқару және уақытты тиімді бөлу туралы түсініктерді ұсынады. Әдеттерді бақылау және есеп беру. Мақсаттарға жету барысын бақылау үшін әдеттер бақылаушыларын немесе есеп беру жүйелерін пайдалану ұсынылады. Бұл фокусты сақтауға және прогресті өлшеуге көмектеседі. Мақсат қоюдың маңыздылығын айта отырып, автор икемділік қажеттілігін де мойындайды. Өмірді болжау мүмкін емес, кейде өзгеретін жағдайларға байланысты мақсаттарды түзету қажет. Зейін саналы күш-жігер арқылы хабардарлық пен жалпы өмір сапасын арттыра алатын әдет ретінде ұсынылады. Күнделікті өмірдегі зейін. Кітап күнделікті әдеттерге зейінді енгізу стратегияларын қамтамасыз етеді. Бұған мұқият тамақтану, серуендеу немесе тіпті назар аудара отырып сөйлесу сияқты тәжірибелер кіреді. Зейіннің артықшылықтары. Синсеро зейіннің көптеген артықшылықтарын талқылайды. Мысалы, стрессті азайту, эмоционалды реттеуді жақсарту, назар аударуды жақсарту және жалпы әл-ауқаттың жоғарылауы. Кітапта медитация, терең тыныс алу жаттығулары немесе денені сканерлеу сияқты әртүрлі зейін әдістер енгізіліп, оқырмандарға оларды қалай тиімді орындау керектігі туралы нұсқау беріледі. Қиындықтарды жеңу. Бұл кітап зейінді жаттықтырудағы жалпы қиындықтарды қарастырады. Мысалы, алаңдататын нәрселермен күресу, зейінділік пен ақыл-ойды шарлау арасындағы айырмашылықты түсіну және тұрақты жаттығуды сақтау болып табылады. Синсеро сонымен қатар жаңа әдеттерді қалыптастыруға арналған 21 күндік күш-жігер тұжырымдамасын енгізеді. Бұл осы кезеңдегі күш-жігер әдетті сақтауға айтарлықтай көмектесетінін болжайды. Ол жаңа әдеттерді адамның шынайы тілектерімен сәйкестендірудің маңыздылығын және әдеттердің
қалыптасуын қолдаудағы күшті шекаралардың рөлін атап көрсетеді. Бірінші күн сіздің құдіретті мантраңыз. Екінші күн реттеліңіз. Үшінші күн процесті бақылау. Төртінші күн әдеттеріңізді біріктіріңіз. Бесінші күн компромистен бас тарту. Алтыншы күн кедергілер мен сылтауларды басқарыңыз. Жетінші күн өзіңізді марапаттаңыз. Сегізінші күн өзіңізді керемет адамдармен қоршаңыз. Тоғызыншы күн ритуалды бастаңыз. 10-шы күн жақсы әдеттердің фанаты болыңыз. 11-ші күн қадамды аз-аздан жасаңыз. 12-ші күн триггерлеріңізді оятыңыз. 13-ші күн еске түсіруді ұмытпаңыз. 14-ші күн сөзіңізді жандандырыңыз. 15-ші күн өзіңізге сенімділігіңізді арттырыңыз. 16-ші күн мерзімді орнатыңыз. 17-ші күн алғыс айтыңыз. 18-ші күн қызмет көрсету үшін қызмет. 19-ші күн монша жапырағы сияқты жаңа әдетті өзіңізге жапсырып алыңыз. 20-ші күн негативті босатыңыз. 21-ші күн қайта қарау, рақаттану, қайталау.